Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін таңғы асқа осындай бутерброд дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, тойымды, әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге огурцы, колбаса, сыр, сонымен қатар жұмыртқа, нан қажет болады. Нандарымызды осылай чұқалап турап алатын боламыз. Колбасамызды да осылай жіңішкелеп турап алатын боламыз. Помидор қоссаңыздар да болады, салат жапырақтарын да қосып жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Сырымызды да осылай жіңішкелеп турап аламыз. Қиярымызды қиғашынан тағы да жіңішкелеп турап алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі өте дәмді болып шығады, ерекше. 4 жұмыртқамызға осылай тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мінекей табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып алғаннан кейін жұмыртқамыздың барлығын құймаймыз, жарты бөлігін құятын боламыз. Осының үстіне нанымызды қоятын боламыз. Жұмыртқамыз піскенше осылай ұстап тұрамыз. 1-2 минутта піседі. Жаймендеп осылай күрекшенің көмегімен алатын боламыз. Теріс қарап аударып саламыз, енді нанын қуырып аламыз. Осы кезде ішіне жаңағы колбасамызды, қиярларымызды салатын боламыз. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Енді осылай нанымызды аударып тағы да қоятын боламыз. Бізде бутербродымыз дайын, міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте осылай да жасадым. Бұл жолы наны ішінде тұрады, сыртында жұмыртқа. Осылай да өте дәмді болып шығады. Біздің бутербродымыз дайын. Тез дайындалады. Түскі асқа жасап жесеңіздер де болады. Тойымды әрі дәмді. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Қолдау білдіріп отырыңыздар. Рахмет, ас болсын, жасап көріңіздер.